жасамайды тамаққа келіп тұрсың сөйтіп тұрамын да анасы мана бүркітпеп дейді біздің бараған ротаның старшинасы ғой каптюркаға жауап береді барамын да мына сол жақ отключка қол жасамайды аяқ жасамайды барамын солдат десе барасың автоматчик доклад бересің рядовой Сансызбаев деп алматыдан келген отақпасың ба деді нормально бер деді нормально отақ бірақ жасамайды аяқтан жасамайды стройға сігіл деді барамын да мана коробканың ішінде шешең сықып тұрып алғансың ғой жылайын жоқ та мана Хамит Қасымов білмей оларды енді іздеп кетті ғой өзінің таныстарын мен өзім таныстарым одан бір ақтау шеше тұрым қосты еба қосайға айттым қосай нен ғой енді қосай шешең ұсташы мен дедім бля уж татуым пиздец ұрып мынау ана отақты ұстау ғой мен ұрған адамды бля ана шеше лонг деген түрін көрмеген үлгермейсің ғой лонг ұрған сен Хамиттің төбелесті қосайдың төбелесті қадырдың анасы шешең тұрып ананы істеген ушанка деген орнына келіп қалған орнына келіп қалған ұжым алып ғой сен бір кезде мынау кетіп кетеді мынау кетіп кетеді ең соңында біз қаламыз ғой еще мен оң жақтың соңында тұрмын отаған бойым ұзын негізі үшінші ма жетінші ма тұрамын негізі солай да 9-шы тұрдым мен бойым ұзын ең соңында тұрамын сәл еңкейіп слева шеренга вперед марш дейді сол жақтан бастап бірінші қатар кетеді соңғысы адам кетеді да екінші қатардың басы кетеді кіріп бардым алдыма төртеуін тұрғызып алған мана Хамит на всякий случай тағы келіп қалды алдымда Хамит тұр Қосай тұр Қадыр Нүкеш тұр бесеуміз де батыстықымыз и прикинь кірем да столовыйға кіремін столовыйдың ішіне тағы да очередь мен 9 жылым ғой ана еще 150 демел бар столовыйдың іші енді шешең сізген үлкендігін айта алмаймын мен соның өзінде ішке келіп тағы очередьке тұрасың енді мен сол жағын жасамай тұр ғой Сансызбаев и прикинь бәрі андай қойып болады тамақ жеп отыр да дембеле оның ішіне сол жақтарын танымаймын ғой мен тек ақтаудікін танимын и Маудой кезде болған 120 солдат қана танимын қалған хуй знает кім екен 9 жылдан қайсыбірін танисың ана бәрі тамағын ішіп отыр да бәрі маған қарайды мама Сансызбаев деген прикинь сөйтсем ана мені ұрған адам бүкіл солдаттың бәрін істеген адам екен ғой Волков деген упор көрмейді сержант упор көрмейді 7 офицер қалып тастаған сержанттар түгел қорқады ama мен анадан тәжіген абырой бәрі андай қойды ғой мама Сансыз Алматыдан келген дау ғой мен түсінбеймін ғой енді ол деп тұр неге маған қарап тәжіп қалған адам сөйтсем абырой деген келіп әй шешең қаншаның жоғарысында жатсың ана кісіге тәжігенің үшін сонда анаған біреу әңгіме айта алмаған ғой түсіндің ба сержанттар әңгіме айта алмайды офицердің жетеуін құлатқан нешеге жетеуін деп айтып жатырмын 8-ші құлатқан сұлтап кетті мынау ол уже кейінгі істері и тамақ аламыз тамақ ішемін тамақты алып ішемін уже жағы жасамайды ғой қарны ашып тұр жасамайды ашылмайды тамақ кетіп қалды компотта бірден көреді зорға ішті жұта алмайсың ой сықтырам бүйтіп отырмын ғой сөйтіп не керек тамақ ішіп болады оставить бронпес встать деді тұрамыз солдатсың ғой шешең солға дейді шешең анау үшеуі солға бұрылады мына қарап мына шешең мультик құсап сөйтіп шығасың ротаға барамыз ғой қайттан сыртқа шығасың да қайттан мана жерге коробка аласың ротаға барамыз ротаға барып уже дембелдер маған тақып жатыр ғой қой тақпа сен кеше ғана дембелдерге әңгіме айтып жүрсің ба шешең дау беріп деп маған Хамит мен ол жағдай жоқ мына жақ отключка шеше сол жақ жасамайды мен білдім сөйтетінін Хамитке айтып қойдым Хамитке мен шақыратырмын бес жүр аңмен шарамыз сікпей до конца давай енді ана төртеуі мен бесеуміз ғой учебкадан бірге келатыр танысып алдық үшеуміз ақтаудікі анау ақтөбенікі анау алматынікі бесеуміз пиздец араластық төртеуін невальный қылып қоямын ғой невальный ротада бар бірақ өзіміздің арамызда невальныймыз төртеуің үшеуің ұйықтайсың мен ұйықтаймын менің жағдайым жоқ уже үшеуің ұйықтайсың біреуін қарайсыңдар бір сағаттан кейін мынау ұйықтайды мынау тұрады 2 сағаттан кейін мынау ұйықтайды мен ұйықтауым керек мен аңбып қалдым давай жатырмын бір кезде ана ең ана Қосай бар емес па нен 12-нікі осы ақтөбенікі де нен екеуі қырылып қалса бола ма бір-бірімен ей шешең сен не болды ана сөйтсек ана екеуі де қолапайсыз ғой астың қорынға таласып жүр жата қойшы бар ана мен ақ үстіне жатайын астына мен жатырмын невальный давай Сансызбаев на выход дейді ғой
ұйықтап жатырмын естіп жатырмын бірақ бір кезде хамит тоғызады ғой тұр тоғызып жатыр сен шақырып жатыр кім шешең невольный шақырып да бұл же пиздец қора ғой дембілге әңгіме айтқан пиздец қой мен кім шақырып жатыр невольный жоқ деп айта салшы деген жоқ ондай тұруың керек түнде сағат бір ма сондай емес сен невольный қарап не болды невольныйды служагым ғой енді не болды анау бля старшина шақырып жатыр бүркітбай мана мен шақырды ғой столдың алдына деген нормальный бір алматыдан отап бассың ба деген ответственный сол түнде сөйтіп қағасың как положено ғой да дейді расширить дейсің иә дейді есікті ашасың андай мектептегідей болмайды кіріп алғаннан кейін саламатсыз кіруге бола ма айырып жібереді как положено да дейді кіруге бола ма иә сосын есікті ашасың кірем ана уже шешініп тастаған ғой іште жүр ғой енді тельняшка киіп алған шеше адам емес бәйтерек көрдім мен шеше бар ананың деген түрін айттым ғой түрі жоқ садись деп дауысы жуан Волков па или жоқ старшина Жоксынбаев отырамын да еще андай өзі уважительный стол тартады да садись братишка еще братишка дейді ғой мен түсінбедім ебамен ойлап тұрмын ғой землеге нахуйға шықтым деп ұрама деп столды сұрапты садись братишка дейді түсінбей қаламын отырамын да уже дірілдеп отыр мына жақ жасамайды ана ойымның бәрі хамитпен қосай қойшы хотя бы екі ақтау көмектессе екен деп уже алақан терлеп андай қорқасың ғой енді солдатсың ал дейсің не болды деп те сұра алмайсың амы жүреді ғой тұрады да тефальда тақ бас жібереді шкафты ашады балабас деген тамақ қой бір барбарис жеудің өзі арман ғой енді 5-6 барбарис 5-6 ирист алып ортаға қояды тефальда бас жібереді че братишка откуда дейді ғой танымаймын ғой мен алматыдан оқудан келіп тұрмын ақтау десем адайсың ба деді никак нет кіші сөзім бірақ алашамын шешеңнің намы деді так точно господин тұрады да қолын береді бүйтіп қолын сол кезде көрдім анау шешеңнің намы анау ешектің тұяғы ма бірдеңе ма тырнағы өсіп кеткен тұяқтар бар ғой анаң сауды дәл сондай ғой қолын ұқсады да сен неше служагың бар деді ғой 900 сенен басқа неше адам дейді 899 ғой енді 899 господин қойшы деймін 899 алматыға қарамерге неше күн кеттің дейді 33 899 минус 33 деші дейді мен жасамайды ғой шеше бүйтіп отырсың ғой столдың астына қолың былай ғой 700 бірдеңе болады жаңа астанада қалған неше служагың бар дейді 700 бірдеңе деймін ғой 700 бірдеңе служагың лох сен дейді мен түсінбеймін түнгі 2-де оятып алған өзің амың шығып тұр жасамайды ана істеген анау шақырып математика сен мектепте оқымаған заты қойшы столдың астында бүйтіп отырсың ана еще келмейді қойшы бля 300 бет тапқан 700 пәленше служаң сен лох дейді ғой нахуй айтып сөйтсем біреуі демліге қарсы шықпаған сіккен кезде болды бәрі беліп тастаған да түсіндің ба бәрі сен сияқты қарсы шықпады деп тұр ғой мен жалғыз өзім қарсы шыққан красавчик братишка деп қолын береді ғой шай қуады шайын ішеді мә шеше аяқты бүйтіп қалай старшина да әңгіме айтып отырып мен старшина ғой армия көрген сөйтіп шығамын бля бір сағат болып шай іштік түнде шығамын өзі старшина айтып тұр маған как дембілдер сені сігеді деді ну нахуй ішіммен құттаймын жеймін волковтан таяқ жеген сігемін өздерін анай сыртқа шығамын болды сігіл деді отбой деді болды старшина кетіп қаламын есіктен шығамын есікті жабысам шеше хамит төбелесіп жатыр ғой шеше төртеу алған ғой төртеу бля 5-6 жабысып кеткен данына кіріп барамын батыр потыр үш анай үніңді шығармай төбелесесің ғой үнің шығарсаң старшина естіп отырсыз сігеді ғой шеше дембіл басып кетеді ғой шеше грейдер бана кісі трамвайын шешең алып бар шеше амаш тәжіп қалып жігіттер айттым ғой мен отбой шеше таңертең төбелесеміз жалғастап мен жасамай тұрмын мына жағын жатамын танымаймын дембілдер курейміз таңертең болады подъем болады рота подъем завтракқа кетеміз андай ғой мана коробка тұр ғой бүйтіп очередьте долбоеб сансыз вообще волковпен төбелесіп сігеді ол сені амир көреді долбоеб волк бәрін ұрған сержанттарынан қорықпайды жеті офицер құлатқан ол долбоеб сен кіммен төбелесіп еба көрген танысым сөйтеді ғой мен морально сынып қаламын ғой мен армиядан қайтамын ау шешең шешең увольнение жасамын ау шешең көрген адам сөйтеді ғой сөйтсем ана действительно екі адам болған біреу РМТ-да
көзі қисық, қабағы жоқ, көз жоқ болғанда қисық та, борец. Бір саусағы қисық болған. Сол Алматынікі, мана Волков мен ұрғаным, ол да Алматынікі. Далбайып болғанда енді Алматы сікпейді ешкім. Сержанттың бәрі қорқады. Түгел қорқады, спортсмен, хорош. Шешеңім. Мана ойыншық болып қалды оңасында. Волков, оны орыс қой. Анау Берсүгіров па бірдеңе. Берсүгіров пеш бірден келеді. Енді мен моральный сынам ғой. Енді сұрайым ғой, ол қайротыда шешең десең. Алтыға түспеу керек еді. Енді біз Алматыдан келген жатырық қой, 33 бала ғой. Біз 33-те шашады уже. 4-5 баланы 6-ға жібереді, 4-5-ін 7-ге жібереді. Бір кезде сержант Балапанов, әр ротаның сержанттары келеді да, өзінің спецификасын қарап алып келеді балдарын. Балапанов дейді, мен очып кетеді сержантын біреді. Шешеңам, Сансызбаев, сен менденсің, бірдеңе дейді да. Старшина қай рота десем, 6 дейді. 6-да манағы болып. Старшина мен қайтам деді. Қайқа қайтасың? Үйге қайтам шешеңам. Сықпет, тоқылдақ болсам да қайтам дедім шешеңам. Анасын сізген, Волковтың анасы, армия емес, Волковтың анасы. Қорқыптың ғой енді, анау, даты ғой андай қылып ұстаған ғой. Далбай, Волковпен төлеші, сігеді ол сен. Анау да айтым, бәрі атады да маған. Қайраты алды дейді оны. Иман тілерін сұрады. Бір кезде Сансызбаев дейді, Хамит болса екен, бір кезде Тұрғанбай дейді, екен Хамиттің фамилиясы. Чопанов дейді, екен үшеуміз алтыға түсіп бардық. Хамит, қосай, шешенің амысы, екеуің мені сақтарыңдар анайын. Ертең үйленемін мен, алдағы уақытта өмірім бар анайын. Әке шешем бар анайын. Ұстаңдар ше. Ол екеуі связист қырсық. Мен оружейник. Ол екеуі бөлек кабинет кетіп барды. Мені қотам, ротада жүрем анайын. Эмото, мынандай, мана столовый ғой мынау. Оның алдында не бар, мана казарма бар. Орта, плац, бержанда казарма бар. Мынақта штаб, мынақта андай не. Кинотеатр, бірдеңе музыкальный аспаптар тұратын жер. Мынақтан театр кетіп батыр. Марттың кезі ғой, апрельдің кезі. Казармаға бір казармада екі не, бір екі өш, күнт бес алты өш. Бірінші патруль, екінші патруль. Прикинь, үсті жалаңаш та, үсті жалаңаш. Астында военный форма. Біреу түсіп қойдады ғой, қолынан ұстауға екі сержант. Көтеріп қойдады, ол түсіп қойдады, өтіп қойдады. Түсінге адам, оны яғы жоқ. Кәдімгі ана бір қылмыскер ұстап бардық, ұстап барды да. Армияда өңдейді көрмеген салады. Бізде бара ұстап. Сөйтсем сол Волков екен ғой. Волков 6-шы ротада 8-ші офицер, сержанттың біреуін ұқтап тек. Ол, короче, 5-ші ротаға ұшып барды. Бүкіл ротада болып шыққан уже. Бірде болған, анан ұралған, екінші ротаға атырған, анан ұрған, үшінші ротаға анан ұрған. Солдатта тұрмайды бір жақшы. Справедливый жігіт екен, Алматының жігіті, спортсмен жігіт. Тек насып айтады болды. Сөйтіп, қуанасың ғой, алттан көшіп батыр. Мен алтыға түсіп бадым. Алтыға түсем, 2-3 күннен кейін обедке барамыз ғой. Мана столовый ғой енді. Гоша деген 12-дегі служагың бір. Григорий. Тамақты ішіп алсаң, сыртқа сержанттардың көзіне көрінбей сігіріп шықсаң, бір штук темекіні өзің шегесің. Бір штук темекіні шегу арман боласың. Анау деген шылымның ең пезесі тұры ғой. Бір штук темекі деген арман, бір штук темекіні оғым не? Шегізден шағын қағында мен қады уже. Тістеп аласың, қашасың. Сонымен сыртқа шығамда. Андай ғой мынау. Казармада, столовыйдың артына барып темекі шегемін. Гоша жүгіріп келді, Гоша қасып келеді. Дай көрейді, біледі де менде бар. Менде бір-ақ штук бар, оны үйтіна ошанканың ішіне артынан тағасың. Оны алуың 1 сағат жеше, ана жыртасың, жайлап тегейсің. Бір штук темекі шегіп тұрмын. Енді Гошаға айтамын, шетсіз қара шеше, жан жақтан қара, ротап кетіп қалмасын шеше, ротаңнан маңырасың, пиздес қой. Мынақа қарап шегіп тұрмын ғой. Бір кезде шегіп тұрмын, ең жарысынан Гошаның төзіліп кетті ғой. Гоша не болды деп? Гоша не болды деп? Көзі бетіп кеткен ғой, маған қарап тұрды ғой, артына қарап тұр, шетсіз қарап тұр мен артына. Шет тұрғанда, енді артына қарайын деген ой келеді да. Берген артына мынандай қойды ғой. Шешеға бұл қышып кеткен ғой жаңа шешеға. Темекіні тартқан есімде ғой. Артына қарасың, Волковты ғой шешеға. Фамилия деді, сасқанма, Волков деген соң шешеға. Долбоёб-то шапалап кетті. Я Волков, ты кто дейді оны? Мен іздеп табалғам ғой шешеға. Сап-сары орыс кәдімгі. Шешеға, пәшкін. Ашып айтып алған, мана мен тәжегім болған. Неше ай өтіп кетті арада, емді көріп тұрмын да.
сасқанның артына қарап фамилия деген кезде Волков деген сөз шапалақпен тартып иә Волков сен кімсің дейді сансызбаймын сен темекі пиздец шегесің ма деді темекі жеп қойғансың ба сен жоқ қой лақтырып тастағансың ғой дембілдердің дембілді анау келіп қалып мен ойлаппын сержант офицермен тұрды да откуда будешь с октауна че адайцы деді никак нет мен анау қорқып тұрмын ғой дембіл шешең тем более амы жап тастаған мына жерімді ұтып ысып кетті үйге тұрады да қалтасынан тұрады аза әр солдаттың арманы анау бар ғой қалтасынан салады 3 шақшаны асыбай шешең бір шақшаны асыбай ұстай алмайсың сен молодой кезде дембілің бар кезде қолыңды екілейді қолымды ұстап алды дейді 3 шақшаны асыбай салады сал қалтаңа дейді болады қолыңды екілейші 2 пачка темекі Ротманс 2014-те Ротманс деген пачка темекі білесің ба? Иә. Бірінші рет Америкада шектім 2 пачка ашылмаған аза 2 пачка Ротманс қалтаңа сал дейді да тағы да қалтасын салады да сағат береді ғой новый сағат деді дәл қазір тағып алшы дейді тағып аламын да мен түсініп тұрмын маған не дейтін мен молодойым бол балашықым бол деп тұр ғой маған енді балашық любой адам балашық болады да тұрамын да біліп тұрмын бірақ сағатта тағып атамын да бетіне бір қараймын уже мен нормально сөйлесіп тұрып шешем да қайтадан өзіне беремін типа болмаймын деген намек та заебал дейді да Гоша тут дай мне проще шешең мен молодой кезде сағат таға алмайсың дембілдерің бар ты че охуел что шеше сыпырып тастайды дейді сен жақпай шешең сағат тағып қоясың ба дейді да қолына сықып тағып еще андай прикол ғой гептің суреті бар білмеймін сол кезде патруль болып кетесің ба бірдеңе нахуй саған керек ана кісі қазақстанның флагы шешең тақпаймын деймін Гоша бірдеңе шақ етеді сігіп жүреді тұрады да қалтамды ашады салып жүреді короче менің балашығым боласың дейді айналады таяды ғой не істеймін азы Гоша тұра тұр дедім бір штук темекі шегіп алып пачка темекі шегу арман ғой қайрат бір темекі шегу арман даже бля видеода жоқ қой шешеге телефон түсірші анаңды шыршырды ашамын енді ананың балашкасы болсаң саған ешкім демейді түсіндің ба бірақ ертең армиядан кетіп олар кетеді ғой 6 айдан кейін уже хуйнялар қалды 3 ай қалды олар кеткеннен кейін маған қиын өзімнің арамда сен кезінде таяқ жеген жоқсың отаппас пошел нахуй деп ақуай жерде маған достық болмай қалады мен соны ойлап тұрмын ғой сонымен тұрамын да енді істеймін жоқ десем таяқ жеймін я десем өзімнің келешегімді ойлауым керек сөйтіп жатамын ротаға барамын прикинь ол 5-ке қосады 5-тен бір 8-ші офицер ұрады да талып қалады анау жақ жүреді ғой сотталып кетті уф деген соң сот шықпасыншы анаң 7 ай жатаршы ана 8 айға сотталсыншы анаң сіз Волковпен сондай танысқанбыз темекіні асыбай қалды оны да бар ғой қайрат қалтаңа ұстай алмайсың сол мана столы бар емес па соның артына барып жер қазасың сыртына пакет тұрасың соны тауып көміп қайтып шөп тығып кетесің каждый тамаққа келген завтракта бір штук темекі аласың оны маған Гоша пидорас айтып қойды мүмкін оны ұрасың шеше обязательно ұрмасаң болмайды ана кісіге түншеш шығай кел ешкім темекі тастайды бітті ғой шыттық Гошаның бұл кезде бір 10 метрде жүріп кетіп баттық артынан құлап кетіп кетті қолымды ұстап бір кезде жандос қарап қыз ғой қыз кәдімгі жандос тоқталмай бүйтіп бір кезде тоқталмады аяқ деген былай шешең қолыншығымыз қатып қалды ай осы анау үлгере ма деді аяқ деген мынау через себя кетіп жатыр бір кезде құлады ғой шешең қапталмен сол қапталмен сызды ғой жерде ай бір 20 метр сыздығанша кетіп батыр адамның ана жолдан кетіп батқан адамның бәрі тұрып қалды жандосқа қарап анау кетіп батыр дрифтап әкетіп мынадан кетті былай біз түсем дегенше анау уже қағып сол дәрет алатын жер бар екен астында су ішетін құдығы бар дәрет алатын жері бар тағы бірдеңесі бар сол жерге барған мынадан басталған ғой футболкасы мына жері жоқ мына жері бар триконың бір қапталы жоқ кала болып тұр ғой бір кезде бүйтеді ғой 88:00 береді сол кезде ауыр телефон бар ғой бетсең музыка қосатын білесің ба қолмен бетсең ба картинг бетіндегі музыкасы қосады сондай бірдеңе сенсорный бірінші шыққан телефон еще бүйтіп книжка сол ашылады еще золотистый светеді
Жандос қой енді барып тұрған бекетеде бардың ба үйде бөле менам кеттім телефоным кетті телефоным қасымнан бүйтіп алып алып кетті енді қалыпта екен анан естіп алып маман кісіген қарақалпақ аман кісіген мынау деген мына жерден жырған ғой бір астан қалған жоқ қой. қайтадан ана жолдан көтере алмайсың шансы жоқ онысы мынандай жолдан көтерілді кетіп батыр қапталда жуынатын жері бірдеңе дейді жазып барғансың ба? Бір рет бар. Қарасам бақшада қоямыз былай бір қарадым саланам үстіге енді ол не емес қой дұрыс адамдардың беріп кеткен ол адюқ адам шырақ шығады да оны істеген алла кешіріңіз 45 мың ба жинап тиын қойшы оны ақша 5 мың 2 мың көтеріп батып тағы жерде бір ақша тұр қуаныш қойым қуаныш что басыңыз қуыш қой короче тура ұқсап бүйтіп барыпсың енді бердік кеттік қой немен кетіп баттық пазик жол жоқ ол кезде артына отырып қалған ауа шаң болады ғой ана пазиктің іші деген контрстректе ғана О3 бар ғой тура солай бір-біріңіз өтесіз барсың ба бар дауыс түсіп қалма тек ана случайно есік ашылса кеттік әжелесі мені өзенге жетпей түсіп қаласың таң ата келіп тұрып қой үйге сарқып беріп еді ғой бір пакет үлкен соның астында қуаныш күтір одан кейін жандос күтір бетінде мені күтір қуаныш менің үйімде қалып қояды таң ата келіп тұр жандосқа айтамын ғой жандос біздің үйде қалып қой сосын көрші ғой енді шаша үйде өле қалса да біреудің жетпейді ғой сондай деп тұр жандос запоймен сол вечерде қалып қоймаса жандос па? иә пакетті ашып тұрмын ғой бетінде мені күтір оны алады да өзінікін алады сол қолында тұр ғой менікі оң қолында тұр мен үйімнің алдында тұрмын маған бүйтіп қайтты жылтаң дейді ау десем сенікін алып кетейін ба дейді сенікін алым дейді да ана ам деген акценті бар да ана кісіге шешең ам білмеймін мен пакетті қой шешең амын құран айтты сенікін алым менікін алым пайдалас ой мынау қыздарда сөйлеткізді мынау ана Қыздырды да емес, сөйлеткізді де. Жандос досым керемет жігіт пидораздық болмаса шешең